Қайырлы күн, құрметті түрік тілін үйренушілер. A1 деңгейінің 9-шы дәрісі. Ким не yapıyor? Кім не істеп жатыр? Мына жерде экранның оң жағында 9 суретті көріп тұрсыздар. Және сол суреттегі адамдардың іс қимылын білдіретін мұнда 9 сөз сөйлем бар. Біріншісі gülüyor. Gülüyor, күліп жатыр. Top oynuyorlar. Top ойнап жатыр. Yemek yiyor, тамақ жеп жатыр. Yazıyor, жазып жатыр. Uyuyor, ұйықтап жатыр. Su içiyor, су ішіп жатыр. Газете okuyor, газет оқып жатыр, немесе газет оқып отыр. Koşuyor, жүгіріп жатыр. Televizyon izliyorlar, теледидар көріп жатыр. Яғни бұл şimdiki zaman. Нақ осы шақ. Біз сөйлеп тұрған уақыттағы іс-қимыл, іс-әрекет болып жатқан кездегі іс-әрекетті айтқан кезде біз нақ осы шақты, яғни şimdiki zamanды қолданамыз. Şimdiki zamanның жалғаулары yor, yor, iyor, uyor, uyor. Бұлар әрине етістіктің соңғы буынындағы дауысты дыбысқа қарай жалғанады. Мысалға біздің етістігіміз дауыссыз дыбыспен аяқталатын болса, және оның соңғы буынында а немесе әрпі болса, ыйор жалғанады. Немесе и әрпі болса, иор, о немесе у әрпі болса, уйор, немесе әрпі болса, үйор жалғанады. Ал егер етістігіміз дауысты дыбыспен аяқталса, және оның соңындағы дауысты дыбыс и, у, болатын болса, онда тек қана йор жалғаймыз. Ал а, о, деген әріптермен аяқталса, етістігіміз, ол кезде ол әріптер қысаң дауыстыға айналады. Қазір мысалдардан көресіздер. Ал енді мысалдарды оқиық. Şu anda araba kullanıyorum. Бұл болымды сөйлем. Бұл жердегі етістік kullanmak. Kullan деген сөздегі соңғы буында а әрпі болғандықтан ыйор жалғанып тұр. Және жіктік жалғауларын біз осы нақ осы шақтың жалғауынан кейін жалғаймыз. Яғни kullanıyorum. Етістік плюс нақ осы шақтың жалғауы, оған қосымша плюс жіктік жалғауын жалғаймыз. Şu anda araba kullanmıyorum. Бұл болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлемді жасаған кезде болымсыздық жалғауын yorдың алдына қоямыз. Kullanmıyorum. Şu anda araba kullanıyor muyum? Бұл сұраулы сөйлем. Sen her gün 10 kilometre yürüyorsun. Етістігіміз yürümek, yürü, мен аяқталып тұрғандықтан біз бұл жерге тек қана yor жалғадық. Және екінші жақта sen болғандықтан yürüyorsun. Sen her gün 10 kilometre yürümüyorsun. Sen her gün 10 kilometre yürüyor musun? Ayhan sahnede şarkı söylüyor. Ayhan sahnede şarkı söylüyor дегенде біздің етістігіміз сөйлемек. Яғни бұл жерде етістік дауысты дыбыспен және әрпімен аяқталып тұр. Біз жаңа айттық, соңғы әрпіміз егер и, у, ден басқа дауыстылар болса, ол кезде ол қысаңданады дедік. Және әрпі и болып емес, сөйлемдегі өзінің алдында тұрған буындағы әрпіне қарап, ол болып өзгерді, қысаңданды. Яғни не болды? Söylüyor. Ayhan sahnede şarkı söylemiyor. Ayhan sahnede şarkı söylüyor mu? Biz Türkçe öğreniyoruz. Öğrenmek, öğren yetiştigimiz. Biz Türkçe öğrenmiyoruz. Biz Türkçe öğreniyor muyuz? Siz çay içiyorsunuz. Siz çay içmiyorsunuz. Siz çay içiyor musunuz? Onlar futbol oynuyorlar. Бұл жерде де біздің етістігіміз ойнамақ а әрпімен аяқталып тұр. Ал енді осы а әрпі қысаңданған кезде, қысаң дауыстыға айналғанда, алдыңғы буындағы о әрпіне қарай ол уға өзгереді. Яғни ойнайорлар деп айтпаймыз, немесе ойныйорлар деп айтпаймыз.
Doğrusu oynuyorlar. Onlar futbol oynamıyorlar. Onlar futbol oynuyorlar mı? Мына жерде етістіктер берілген. Жақшаның ішінде осы етістіктерге біз нақ осы шақтың жалғауымыз керек. Мысалы, Нурай одасында мюзик, dinlemek деген етістігіміз бар, тыңдау. Тыңдап жатыр дегенді түркше қалай айтамыз? Çok karanlık, hiçbir şey, өте қараңғы, еш нәрсе, көрмей тұрмын деп айтуымыз керек. Misafirler bu akşam mı? Қонақтар бүгін кешке келеді ме? Сұраулы сөйлем жазуымыз керек. Siz hiç gazete, сіз еш газет оқымайсыз ба? Бұл жерде де сұраулы сөйлем жасауымыз керек. Film biraz sonra, етістік başlamak, яғни фильм біраздан кейін басталады. İşin ne zaman, жұмысың қашан бітеді? Her sabah kahve, әр күні таңертең кофе ішесің бе? Деген сөйлем болады. Kapının önünde bir adam, есіктің алдында бір адам тұр. Ailem Ankara'da yaşa, отбасым Анкарада өмір сүреді. Niçin bu kadar çok soru? Неге осыншалықты көп сұрап жатырсың? Бұларды әрине өздеріңіз қазір табуға тырысыңыздар. Келесі слайдта бұның дұрыс жауаптары бар, сонымен салыстырасыздар. Dinlemek деген етістікте соңғы тұрған ні біз не істейміз? Иға ауыстырамыз. Себебі алдындағы буында и әрпі бар. Гөр дауыссызбен аяқталып тұр. Өге қарап біз үйорды жалғаймыз. Гел дауыссызбен аяқталып тұр. Соңғы, яғни бұл жердегі дауысты дыбысымыз болғандықтан бұған иор жалғанады. Оқумак, оқу дауыстымен аяқталып тұр, және бұл жердегі дауыстымыз біздің онсызда қысаң дауысты, яғни и, у, болса, оған тек қана йор жалғай саламыз. Başlamak, аны ға айналдырамыз, себебі баш деген буында әрпі бар. Бит, и болғандықтан битйор, ичйор, дуруйор, яша, яшыйор, яшайор демейміз, соруйор. Одан кейін арғарай, қай жақта тұрса, бірінші, екінші, үшінші, немесе көптік, соған қарай жіктік жалғауларын жалғап шығамыз. Дұрысы бұлай болады. Нурай odasında müzik dinliyor. Çok karanlık, hiçbir şey görmüyorum. Misafirler bu akşam mı geliyorlar? Siz hiç gazete okumuyor musunuz? Film biraz sonra başlıyor. Бұл жерде, мысалы, 5-ші сөйлемімізде film biraz sonra başlıyor. Келер шақта тұр, бірақ уақыты белгілі, нақты жоспарланған әрекет болғандықтан yor қолданып тұрмыз. İşin ne zaman bitiyor? Her sabah kahve içiyor musun? Her sabah kahve içiyor musun? Бұл жерде де тұрақты түрде күніге қайталанатын, жасалатын әрекет болғандықтан yor қолданып тұр. Яғни нақ осы сөйлеп тұрған уақытта іс әрекет туралы емес, жалпы күнделікті жасалатын әрекет туралы сұрап тұр. Kapının önünde bir adam duruyor. Бұл мысалға дәл қазір есіктің алдында бір адам тұр. Ailem Ankara'da yaşıyor. Жалпы. Niçin bu kadar çok soru soruyorsun? Неге мұншалықты көп сұрап тұрсың, сұрап жатырсың? Farklı hayatlar мәтінді оқиық. Benim adım Ayşegül. 25 yaşındayım ve bekarım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir hastanede hemşireyim. Hafta içi her sabah erken uyanıyorum. Saat 8'de hastanede oluyorum. İş yerinde çok yoruluyorum. Akşam evde yemek yiyorum. Çay içiyorum ve televizyon izliyorum. Hafta sonları alışveriş yapıyorum. Ben Özkan Bilgin. Tiyatro oyuncusuyum. Her ay bir oyun sahneliyoruz. Televizyon dizilerinde de oynuyorum. Oyunculuk zor ama eğlenceli bir meslek. Boş zamanlarımda seyahat ediyorum. Henüz çok meşhur değilim ama bazen izleyicilerim mesajlar gönderiyor. Bu mesajlar bana güç veriyor. Benim adım Nihat. Taksiciyim. İstanbul büyük ve kalabalık bir şehir. Bu şehirde taksicilik kolay bir iş değil. Sabah ve akşam saatlerinde trafik çok yoğun oluyor.
Sürücüler çoğu zaman acele ediyor. Ama ben her zaman sakin ve dikkatliyim. Ayrıca arabada müzik dinlemiyor, sigara içmiyor ve müşterileri rahatsız etmiyorum. Енді осы мәтінге байланысты қазір бізде сұрақтарымыз бар. Яғни сәйкестендіру. Eşleştirelim. Қайсысы кіммен байланысты? Ayşegül aktörlük, Nihat Ayşegül Özkan'ın hayranları. Бұл жерде Ayşegül doktor еді, aktörlük yapan Özkan'ды, Nihat ise taksi şoförü. Мұны оң жақтағы сөйлемнің жалғасымен сәйкестендіруіміз керек. Ayşegül oң жақта hafta içi erken uyanıyor, çok yoruluyor, mesajlar gönderiyor, dikkatli bir şoför, arabada müzik dinlemiyor, öyle eğlenceli bir meslek. Осылардың қайсысы сәйкес келеді Ayşegülге, актерлікке, Nihatқа деген сияқты. Мұны өздеріңіз жасап көріңіздер. Келесі слайдта жауабын көресіздер. Таптыңыздар деп ойлаймын. Дұрысы осылай болады. Ayşegül hafta içi erken uyanıyor. Aktörlük eğlenceli bir meslek. Meslek degenimiz mамандық. Nihat dikkatli bir şoför. Nihat arabada müzik dinlemiyor. Ayşegül çok yoruluyor. Қатты шаршайды. Özkan'ın hayranları mesajlar gönderiyor. Evet, сабағымыздың, дәрісіміздің соңына жақындап қалдық. Kim ne iş yapıyor? Kim қандай жұмыс жасайды? Ne istейді? Şoför, sporcu, ressam, yazar, muhasebeci, kasap. Бұлардың әрбірі бірер мамандық. Şoför, жүргізуші, шопыр, sporcu, спортшы, ressam, суретші, yazar, жазушы. Жазушыны yazar деп айтамыз, yazıcı демейміз. Yazıcı деген ол түрік тілінде принтерді айтады, yazıcı деп. Muhasebeci, buhalter, kasap, kasap. Araba kullanıyor. Kim araba kullanıyor? Şoför araba kullanıyor. Resim çiziyor. Resim, süret saladı. Kim resim çiziyor? Ressam resim çiziyor. Hesap yapıyor. Hesap degenimiz esep. Yani esepliydi. Kim? Muhasebeci hesap yapıyor. Et satıyor. Kasap et satıyor. Sporcu spor yapıyor. Yazar, жазушы kitap yazıyor. Әрине, бұлардың барлығы соңында йор болғандықтан нақ осы шақта айтамыз. Яғни жүргізуші көлік айдап барады, суретші сурет салып жатыр, бухгалтер есептеп жатыр, қасап ет сатып жатыр, спортшы спортпен шұғылданып жатыр, жазушы кітап жазып жатыр болады дұрысы. Дұрыс аудармасы осылай. Бір сабағымыздың тағы да соңына жеттік. Видеоны қайталап көріп, ережелерді жазып жаттап алыңыз. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.